Бекет ата ұстаздық етпек ниетпен бірнеше жерден, Оғыландыдан, Ескі Бейнеуден, Жем бойынан және Арал жағасындағы Байшағардан тағы да басқа жерлерден мешіттер салдырған дедік. Осылардың ішіндегі ең күрделісі Оғыландыдағы мешіт құрылысы болыпты. Қаратасты қарш-қарш ойып, қатты тауды үңгірлей салған мешіт жұмысының адапат ауырлығына анау-мынау атпал азаматтардың өзі шыдас бере алмай тайқып шыға берсе керек. Сол себепті құрылысшылардың құрамы да құл мезгіл жаңарып отырыпты. Солардың ішінде барлық жұмыстың басынан аяғына дейін болып, төзімділік танытқан Байсал деген кісіге әулиенің назары құлапты. Айналасындағы жиылған жамағаттан құрылыс басталғалы бері қолынан сүймені түспеген белін жазып, бір демалмаған мына кісі кім деп сұрағанда, бұл адайдың ішіндегі бөкен Жеменейден тарайтын Байсал деген азамат, жасы 50-дің төртеуіне келгенше ер перзент көрмей, егде тартқан бір мұңлық ет деген жауап естиді. Ендеше, еліңе қайда бер, ер Байсал. Бәйбішең бала көтеретін уақыттан ұзап кетсе де, Алла тағаланың ақ жазуымен маңдайыңа бір перзент біткелі тұр. Қыз бала болса өзің білерсің, ал ер бала туса, есімін мың кісі деп қой. Бұйыртса, балаң мына жүргендердің мыңына татитын болады. Жаратқан ием мың ұрпағына дейін ұласатын, бүткіл үрім бұтақ, зәузатына жетерлік үлкен қасиет дарын сыйлайды дейді Бекет ата. Атаның айтқаны айнымай келіп дүниеге келген мың кісі ата, мың жылда бір туатын асқан дарын иесі, мықты сынықшы, ғажайып шебер оташы, алысқанын жыққан алып балуан болыпты. Бүгінде мың кісінің ұрпағы назары түсіп, қол тигізген кез келген сынық қисынын тауып, қиюласа қалады. Және бұл қасиет оның барлық ұрпағына, тіпті жиендері мен жиен шарларына да берілген. Мың кісінің есімі тек қазақ қана емес, иісі мұсылман елдерінің біразына етене таныс, ерекше ыстық. Рахат Қосбармақ Бекет ата кітабынан үзінді. Оқыған Қуат Ахметжанов.